Баршаңызға сәлем, сізбен бірге Айнұр. Бүгін сіздермен осындай кәдімгі сковородкадан антипригарный сковородканы қалай жасауға болатыны жайлы бөлісемін. Егер қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Ал енді бастайық. Ең алдымен бізге 2-3 ас қасықтай сода қажет, және де жылы су қажет. Губканы аламыз да сода мен жылы суды қосып, жақсылап тұрып ысқылап жуамыз. Жуып болғаннан соң 2-3 ретте жақсылап шайып аламыз. Шайып болғаннан кейін толығымен құрғатамыз. Құрғату үшін бір реттік салфетканы қолдансаңыз болады. Өстіп толық құрғанша дұрыстап сүртіп аламыз. Содан кейін газдың ортасына орташа жалынды отқа 2-3 ас қасық тұзды сковородкаға саламыз. Одан кейін жайлап тегістейміз. Тегістеп болғаннан кейін шеттеріне өстіп сепсеміз болады. Сонда шеттерінде де антипригарный қабат пайда болады. Яғни тамақ істеген кезде шеттерінде де тамақ күймейтін болады. 1 минут өтті. Тұзымыз қызды. Өстіп жайлап араластырамыз. Тұзымыз күйіп кетпеу үшін. Тұзды сарғайғанша 20 минуттай қыздырамыз. Тұзымыз сарғайғаннан кейін тұзды жеке бір ыдысқа екінші рет қолдануға алып қойса да болады, немесе өз қалауыңызша қоқысқа тастасаңыз да болады. Өстіп күйіп кетпеу үшін жайлап араластырып отыру керек. Мінекей тұзымыз сарғай бастады. Сарғайып болғаннан кейін жеке бір ыдысқа салып аламыз. Ал енді осындай ылғалдандырылған керек емес майлықпен жақсылап тұрып толығымен сүртіп аламыз. Толық сүртіп болғаннан кейін енді қайтадан орташа отқа газға қоямыз. 1 шай қасық сұйық май жағамыз. Одан артық қажет емес. Жан-жағына өстіп жақсылап тұрып жағып аламыз. Сковородканы өстіп орташа отта қыздырамыз. Қызғаны осылай қолмен көруге болады. Сковородкада майымыз қызғаннан кейін отты өшіреміз де 1 реттік салфеткамен толығымен жақсылап сүртіп аламыз. Байқасаңыздар, осындай істер пайда болады. Бұл антипригарный қабаттың пайда болғандығын көрсетеді. Яғни тамақ істеген кезде осы қабат арқылы тамағымыз күймейтін болады. Бұл процедураны жылына 1 рет жасауға кеңес беремін. Сковородкамыз толық суығаннан кейін тексеріп көрейік. Қайтадан сковородканы қыздырдым да панкектерді пісіріп көрдім. Панкектер майсыз піседі. Егер де антипригарный қабат пайда болса, панкектеріміз күймей, жабыспай пісу керек. Каналымда әртүрлі панкектердің рецептісі бар. Егер қызық болса, каналымнан көре аласыздар. Панкектер начинкамен, начинкасыз пісіруге де болады. Начинкаға мен шоколад салдым, өстіп жарты ас қасық қоспаны үстінен құйып пісіруге болады. 1-2 минутта тез піседі. Егер антипригарный қабат пайда болса, осылай күймей, жабыспай тез піседі. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Айнұрмен бірге болып, видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.